Сәлем оқырман. Бүгін Айсұлтанға тым жақсы үміткер келді. Жасы 18-де, студент, фельдшер мамандығында оқитын. Тараз қаласының тумасы. Солай жақсы етіп танысып жатырған еді. Бір былықтар шықпаса бола ма? Айсұлтан мен Еңлік екеуі жеке кездескенін біліп қалды. Кешке екеуі бірдей фото жасап қыдырыстап жүрген болатын. Мұсаның туған күніне Еңлік бару керек еді. Оның орнына Айсұлтанмен жеке кездесуді таңдаған болатын. Қалай ойлайсыздар, екеуінің бір-біріне ойы бар ма? Осы жақында Еңлікке сұрақ қойылған болатын. Айсұлтан, екеулеріңіздің араларыңызда не бар, нақты точкасын айтып кеттіңізші деп. Сонда Еңлік осылай жауап берген болатын. Біз туыс емеспіз, халқым. Тек бір руданбыз. Арамызда тек достық, жалғыз Айсұлтан емес, көптеген қатысушы жігіттермен араласамын деген болатын. Бірақ істеріне келгенде олай емес секілді. Алдында ғана жылап Дарчикті сағынған еді. Қызымыз өзі шатасып қалғандай. Ал Айсұлтанның Еңлікте ойы бар ма? Алдында оған Мөлдірге қатысты сұрақ келген болатын. Маляны мүлдем ұмыттың ба? Осы уақытқа дейін Маля ұнатқан жігіт сен ғанасың. Сіздер Маля бар әр видеоның астына мені белгілеп салып жатқанда қалай ұмытасын? Бірақ сезім деген нәрсе өлген уже, ұнатқанына рахмет. Бірақ мінезіміз екі бөлек, ауыздарыңыздан ақ ит кіріп көк ит шығатындай сөздер айтып алып. Неге қазір қайта Маляға баршы деп отырсыздар? Дейді Айсұлтан. Солай енді, алда көре жатармыз, кімнің кімге қандай сезімі ашылатынын. Ал пікірлерге көшейік. Неге басқа мелочка 2 сағат талқылайсыңдар да, Еңлік пен Айсыздікі ұят қой, билет күймесін деп бардық деп. Еше жылы жауап қоя салдыңдар, шарт қою керек екеуіне. Еңлік тұрмысқа шығуға дайын емес, жобадан кетсін. Бәрібір ешкіммен таныстық құрмайды, тек өтірік интрига жасап отырады. Солай, сол басындағы тысын ұмытпай өтірік отыр. Басқа қатысушы отырсын, шын мұқтаж. Отыр атқа соқырат. Білгендерін жасасын. Еңлік не рыба, не мясо қыз. Осындай арттан пышақ сұғатындардан сақтасын Алла. Мөлдір бір нәрсе сезді ғой. Айсұлтанға Мөлдір не доступная болды да. Енді Еңлік сияқты доступная, өтіріктен түсінігі мол болып жүретін қыз керек оған. Ужасно, жиіркенішті, неге ырбындап жүр майысып, дейді оқырмандар.